халқымыздың дүние танымына сай дәстүрлі исламды дәріптеу аса маңызды. Расында дәстүрлі ислам жоқ, тек қана Құран мен сүннет қана бар деп айтатындар кездесіп жатады. Бірақ ата-бабамыз да дінді Құран мен сүннетке негізделген жолмен ұстанған. Қазақ даласына ислам ғасырлар бұрын таралып, халқымыздың салт дәстүрімен бірге қайнасып кеткен. Бабаларымыз фиқта Абу Ханифа мазхабын, сенімде Матруди ақидасын ұстанған. Бұл біздің жолымыз, рухани мұрамыз. Кейбіреулер діннің атын жамылып, ата-анасын кәпір деп туыстарымен араласуды тоқтатуға дейін барды. Мұндай қатыгез түсінік қазақтың болмысына жат. Қазақ ешқашан дінді қатыгездікке емес, бірлік, құрметке, адамгершілікке негіздеген. Сондықтан шетелден келген күмәнді діни ақпараттарға сеніп, ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлі діни түсінігімізді жоққа шығару дұрыс емес.